Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге қазір 11 сыныпқа арналған геометриядан креативті ашық сабақты көрсетіп келеді. Бұл жерде қамажы слайдпен, ал қамажы слайдтың ішінде барлық жасанды интеллект, ойын, платформалар барлығы бар. Тақырып конус және қиық конус көлемдері. Оқу мақсаты 11, 3, 15. Конус және қиық конус көлемдерін табу, формулаларын білу және оларды есептер шығаруда қолдану. Құндылықтар бізде сәуір айына тура келеді. Бұл сабақ сәуір айының құндылығы еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы. Және аптаның дәйек сөздері бар. Осы құндылық аясында оқушылар жасанды интеллект арқылы видеоны көреді, сосын өз сөйлемдерімен өз ойларын сөйлем арқылы қалыптастырып жеткізетін болады. Топтарға жүрекшені басу әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді. Үй тапсырмасын тексеру кемесі немесе көршіңді тексер әдісі десе де болады. Мына жерге сол әдіс арқылы үй жұмысын тексереді. Сосын қайталау білім айнасы. Мына жерде қайталау сұрақтары қойылады, соған я жоқ деп жауап береді. Сосын практикалық тапсырмаға өтеміз. Практикалық тапсырмаға 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Бұл тапсырма мына қамажының ішінде бере қоясыздар әріптестер. Сосын жауаптары бар жанында. Тапсырмалар орташа деңгейде алынған. Сосын жұптық жұмыс беріледі. Бұл жұптық жұмыс функционалдық сауаттылық тапсырмаларын орындайды. Неліктен өрт сөндіруге арналған шелек конус тәрізді? Осы сұрақтың толығырақ тақырып аясында балалар есеп шығара отырып, бірлесе тапсырмаларды орындай отырып, топтар арасында осы сұраққа жауап беретін болады. Бұл яғни функционалдық сауаттылық. Мысалы үшін Қазақ ойыл жанармай бекеті қауіпсіздік үшін бірнеше өрт сөндіруге арналған шелекке тапсырыс беру керек. Тапсырыс беру барысында диаметрі 30 см және биіктігі 50 см шелек және екінші шелегіміздің диаметрі 40, биіктігі 40 см. Осы екі шелектің біреуін таңдау керек. Қайсы шелекті таңдаған көп және көп су сияды. Бұл яғни стандартқа сай осы екі шелек бар екен бізде. Бірақ біз көбірек су сиятын алуымыз керек. Сол үшін біз бұның көлемдерін тауып салыстыру жүргіземіз әріптестер. Сосын барып оқушылар қай шелекке су көп сияды соны табады. Яғни конустың көлемін табу үшін табан ауданын биіктігіне көбейтіп 3-ке бөле саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерде дескрипторлар тұр. Сосын оқушылар өз ойларын айтады. Миллион күнге бұйырады әдісі жеке жұмыс оқулықтағы. Мына 5 есеп жазып қойдым. Өте керемет. Осы есептерді шығарып, балалар жеке орындайды. Тақтаға біртіндеп шықса да болады. Сосын қалғандары орындатып шығарып әкеледі. Сергіту сәтіне қимылды қайтала. Одан кейін жұптық тапсырмаға балмұздақ, яғни біз көп балмұздақ тұтынамыз ғой, әсіресе күн жылы кезде. Осы балмұздақтардың қайсысын алған тиімді? Мысалы, қиық конус тәріздесін бе, әлде конус тәріздесін бе? Осының көлемдерін есептеп, қайсысына аз ақша жұмсайтынын анықтайтын болады. Бұның жауаптары тұр. Мына жерде 3 амалды орындайды, яғни қиық конус тәріздес балмұздақтың көлемін табады және конус тәрізді балмұздақтың көлемін тауып салыстыру және талдау жүргізеді осы жерде. Сосын ең соңында Леоник әдісі приложениясында бекітетін болады. QR-кодпен кірсе де болады. Енді слайдын көрсетейін. Енді слайд өте керемет жасалды. Барлығы нақты және есептердің барлығы талапқа сай алынған әріптестер. Сабақтың тақырыбы конус және қиық конус көлемі. Енді осы жерде әріптестер, мына жерде мұғалімді жазса болады, яғни оқушы емес, мұғалім және сыныбы деп қоясыздар. Одан кейін жағымды психология ахуалы орнатуға мына жерде видео бар. Осыны тыңдайды балалар. Сәлем достар. Мен атаның ауыр затын үйіне апарып келейін. Сонда ата маған риза болады ғой. Оған дейін сендер ұстазымыздың жасырған сөздеріне анықтама беріп айта беріңіздер. Осы біткен екен. Мына жерде сөздер шығады. Еңбек еткен адамның жемісі тәтті болады. Жемісі керемет болады. Өз ойларын айтады ғой енді. Одан кейін балдар өз ойларын айтқаннан кейін келесі слайдқа өтесіздер. Бағалау парақшалары. Біздің құндылығымыз қандай екен балдар? Аптада екі сөзіңіз қандай екен деп тағы да толықтырсаңыз болады осы жерде. Жүрекшені баста, қай топта екенін біл дейді.
жүрекшен басады міне 1 2 3 деп осылай қай шар шықса сол топқа барып отырады шарды жазып. Одан кейін үй тапсырмасын көршіңді тексер әдісі арқылы мына есеп берілді. Осы жерде жауап экранда. Осыны баса қоясыздар да жауап шыға салады. Сосын қайталау білім айнасы тікбұрышты параллель үш өлшемі. Мына тұжырым дұрыс болса иә дейді, қате болса мына жоққа қаратады, мынау иә. Яғни осы жерде жауап тексерсем дұрыс жазылады. Дәптерге орындайды, ең соңында тақпаңыз болады. Немесе уақыт бересіз де 2 минут. Сосын біртіндеп оқушыларды шығарыңыз, қалғандар орында отырсын. Барлық оқушыны шығарып үлгермейсіз ғой, өйткені әріптестер. Одан кейін практикалық тапсырмаға 3 есепті бересіздер. Оның жауабы бар. Жауабын көрсетесіздер. Уақыт 7 минут уақыт бересіздер. Арасында шығарады. Сосын функционалды сауаттылық тапсырмасы міне оқушыларға 40 берсеңіз де болады. Экранында көрінеді. Сосын жауабын өздері шығарады, ол жерде айтып өздері сөйлеу керек. Сосын жеке жұмыс миллион күнге береді. Мына жерде есеп бар, осы есепті шығарады, көлемін табады. Егер дұрыс болса жасыл жанады. Одан кейін келесі тапсырмаға өтеді. Міне дұрыс па? Қызыл жанады, дұрыс болса жасыл жанады. Мінекей осылай орындайсыздар. Одан кейін сергіту сәті ютубта ашылады. Ютубтағы бейнені қайталап қозғалысқа түсіп балалар яғни қимыл қозғалыс ойыны өте керемет. Жұптық тапсырмаға осындай 2 балмұздақты салыстыру арқылы қайсысы арзан түседі анықтайды. Бұл да функционалдыққа жатады. Өте керемет, өмірмен байланысты сабақ болды. Әріптестер, одан кейін жауаптарын көрсетсек болады мына жерде. Сосын бекіту тапсырмасына Леоник апсты алдым. Одан кейін бекіту тапсырмасын қазір көрсетемін. Ал түсіндім, түсінбедім рефлексия. Мына жерде қаптың аузын басса, мына 1 2. Егер балалардың көбісі түсіндім дегенді басса, асықтар қапқа салына береді. Дорба дейді ғой енді. Түсінбедім дейді. Түсіндім, мына түсінбедім, расыл түсіндім, осылай. Сосын үй тапсырмасы. Енді Леоник апсты көрсетейін. Леоник апсты қалай қолданамыз? QR код арқылы кірсе де болады. Бұл бекіту тапсырмасы болғандықтан осы жерде тапсырманы экранда орнатса болады. Экранға суреттер шығады, болмаса орында отырып жазып экранмен тексерсе де болады. Смартфонмен де жасауға болады, еш нәрсе таппайсыздар. Ешқандай приложение орнатудың қажеті жоқ, тиімділігі. Сілтемені басасыздар да сәл күтіп кіріп кете бересіздер. Мысалы үшін конустың элементтерін ата дейді. Мынау конустың несі, мына тігінен. Конустың биіктігі несі, соны былай жазады. Конустың төбесі, төбесі. Биіктік кетті, төбесі кетті. Енді мынау былай қарап тұрған несі еді? Қабаны болса керек. Мынау радиус, радиус. Мынау бізде мынау өстік қимасы. Мынау бүйір жасаушы. Екеуі ауысып кетті. Қалғандары дұрыс. Мына жақ радиус болады екен, мына жақ табан. Табаны деп айтса да болады. Осылай балалар жазады. Ешқандай несі жоқ, қиындығы жоқ. Конустың элементтерін анықтайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Бір слайдты қосып өте бересіздер. Ешқандай қиындық нәрсе жоқ. Егер осы сабақ қажет болса, WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Лайк басып